Көбіне ағысқа қарай жүзесіз, қартайғанда қырсық шал болам деп қорықпайсыз ба? Достарымның бәрі сөйтіп айтады, бәрі содан қорқады. Мінезді біледі ғой. Тойхана көп салынған жақсы ма, мешіт көп салынған жақсы ма? Мешіттен шығып олар тойханаға барады ғой. Тойханадан шығып мешітке барады. Меніңше мәдениет үйін салу керек. Мәдениет орталықтарын салу керек. Сол дұрысырақ болады шығар. Елде рухани лидер жоқ дегенде сіз айтасыз, өзіңізге сол лидер болуға кім кедергі? Мен басқаша айтқан, мен бүйтіп айтқан. Біздің елде шалдар көп та, ақсақалдар аз деп. Ал ақсақал дегеніміз сол тек қана көп жасаған адам емес қой, оның артық. Бұл үлкен бір ұғым. Халық мемлекетті неге сыйламайды? Мемлекет халық сыйламай отыр ғой. Кейбір жеке пенделер. Халықты онша сыйламай жүр. Егер ең басты халықтың өкілдері, меніңше ең бірінші ол ұстаз, екінші ол дәрігер, үшінші ол заңгер. Осы үшеуін егер мемлекет сыйламаса, халықты қалай сыйлайды? Қазақтың үш комплексін айтыңызшы. Надандық, мақтаншақ, қызғаншақ, басқаларға еліктеушілік бар біздерде. Өз-өзіміз жоғалтып алдық. Ал қазақты не үшін жақсы көруге болады? Ақ көңіл, дарылдақ, қонақшыл халық. Киноңызда қой мен қасқыр көп, олардың адамнан қай жері артық, қай қасиеті артық? Олар өз табиғатын алдамайды. Мүмкіндік болса, кімді шайға шақыратын едіңіз? Шайға. Егер менен көбірек білетін адамды тапсам, менен көп көрген адамды тапсам, соны шайға шақыратын едім.